Міне құярдың алдымен осылай напорын кетіріп тұрып сумен жуып аласыздар. Мынандай ұсақ тастар ештеме қалмау керек. Міне воздухтар шықпау керек қой. Мынаның бәрін жақсылап бекітесіздер. Өйткені ертең воздух шығып көтеріліп кетеді. Жақсылап жуғаннан кейін тағы бір сыпырып, тағы бір жуып, тап-таза қылып жуып аласыздар. Екі жақсылап араластырғаннан кейін үшінші этап осылай 2 минут қойып қойасыздар. Мына қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Воздухтар шығып жатыр, реакция жүріп жатыр. 5 минутқа, 10 минутқа, жарты сағатқа деген әңгіме жоқ, қойып қою. 2 минут, 3 минут күтесіздер. Қараңыздар. Бір шелек мөшекті араластырдық. Күттік жаңағы 2 минут. Одан кейін осылай шпательмен аласыздар, ақырын осылай тартасыздар. 4 квадратқа жетеді, достар. 4 квадратқа жетеді. Мынау сұр түсі бізде. Жақсылап тұрып, достар, араластырдық 4 литр сумен. 2 минут күттік. Одан кейін үшінші мұны жағып атсыздар. Шпательмен осылай тартып жағамыз, қараңыздар. Міне осындай әр магазинде сатылады. Мына қараңыздар. Тура осылай воздухын шығарасыздар шпательмен тартқаннан кейін. 4 мм-да -50 плюс 80 градусқа серый түсін құйдық. Ең бірінші жақсылап араластырып алдық. Одан кейін істедік. 2 минут күттік. Одан кейін шпательмен тарттық, воздухын шығардық. Енді қатуын күтеміз. 10-12 сағаттан кейін қата бастайды, жақсы күн ыстық болса.